Сәлеметсіздер ме, оқушылар? Бүгін біз өте маңызды тақырыпты қарастырамыз. Озон қабатының бұзылуы және жаһандық жылыну. Озон қабаты жерді қоршап тұрған атмосфераның жоғарғы бөлігінде орналасқан қорғаныш қабат. Ол күннен келетін зиянды ультракүлгін сәулелерді жұтып, тіршілікті сақтайды. Озон қабатының бұзылуының негізгі себебі фреондар деп аталатын заттар. Фреондар ыдырағанда хлор атомы бөлініп шығады, ол озонмен әрекеттесіп, оны оттекке айналдырады. Бұл процесті сөзбен былай айтуға болады: озон хлормен әрекеттесіп, оттекке айналады, ал хлор қайтадан босап шығып, тағы да озонды бұза береді. Нәтижесінде озон қабаты жұқарады және озон тесігі пайда болады. Бұл жерге ультракүлгін сәулелердің көп түсуіне әкеледі. Енді жаһандық жылынуға тоқталайық. Жаһандық жылыну жердің орташа температурасының көтерілуі. Оның негізгі себебі парникті эффект, яғни атмосферадағы кейбір газдар жылуды ұстап қалып, жердің қызып кетуіне әсер етеді. Мысалы, көмір жанғанда көмір оттекпен әрекеттесіп, көмір қышқыл газы түзіледі. Бұл газ атмосферада жиналып, жылуды сыртқа шығармай ұстап қалады. Озон қабатының бұзылуы мен жаһандық жылынуды шатастыруға болмайды. Озон қабаты бұзылса, ультракүлгін сәулелер көбейеді, ал жаһандық жылынуда жердің температурасы көтеріледі. Бұл екі мәселе бір-біріне ұқсас болғанымен, себептері мен әсерлері әртүрлі. Бірақ екеуі де адам әрекетімен байланысты және табиғатқа үлкен қауіп төндіреді. Бұл мәселелерді шешу үшін фреондарды қолдануды азайту керек. Сонымен қатар көмір қышқыл газының бөлінуін азайтып, жаңартылатын энергия көздерін пайдалану қажет. Ағаш отырғызу да өте маңызды, себебі өсімдіктер көмір қышқыл газын сіңіріп, оттек бөледі. Жасыл химия принциптерін қолдану арқылы біз табиғатты қорғауға үлес қоса аламыз. Қорытындылай келе, озон қабаты біздің қорғанышымыз, ал жаһандық жылыну бүкіл адамзатқа ортақ қауіп. Сондықтан әрқайсымыз табиғатты қорғауға жауапкершілікпен қарауымыз керек.